Жер бетінде ғылымды әлі күнге дейін таңғалдыратын жануарлар бар. Бірі ешқашан қартаймай, өмірін қайтадан бастай алады. Бірі кесілген аяғын, тіпті жүрегінің бір бөлігін қайта өсіреді. Тағы бірі ғарыштың вакуумында аман қалып, жылдар бойы сусыз өмір сүре алады. Ал кейбірі денесінен жүздеген вольт электр тоғын шығарады. Ал мұхиттың қараңғы түбінде автобустан да ұзын алып кальмар тіршілік етеді. Бұл фильм емес. Бұл дәл қазір біздің планетамызда өмір сүріп жатқан таңғажайып жануарлар. Бүгін біз табиғаттың заңдарын бұзғандай көрінетін, ғылымды әлде таңғалдырып келе жатқан ең ерекше 10 жануармен танысамыз. Ал сіз мені қолдап видеоға лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Өлмейтін жануар бар десе, сенер ме едіңіз? Бұл фантастика емес. Ғалымдарды таңғалдырған кішкентай ғана медуза бар. Оның аты Turritopsis dorni. Кез келген тіршілік иесі қартаяды. Бірақ бұл медуза қартайған сәтте өлуге емес, қайтадан сәби күйіне оралады. Яғни ол өз өмірін қайтадан бастай алады. Ең қызығы, ол мұны сиқырмен емес, өз жасушаларын толық өзгерту арқылы жасайды. Ересек жасушалары қайтадан жас жасушаларға айналып, бүкіл денесі жаңарып шығады. Мұндай қабілет басқа жануарларда өте сирек кездеседі. Бірақ бұл медуза мүлде өлмейді деген сөз емес. Егер оны жыртқыш жеп қойса, немесе ауыр жарақат алса, ол да өледі. Алайда табиғи қартаюдан аман қалса, өмір циклін қайта-қайта қайталай алады. Ең қызығы, биологиялық тұрғыдан өлмейтін жануарлардың бірі саналатын бұл медуза адам үшін аса қауіпті емес. Ол кішкентай әрі уы өте әлсіз болғандықтан адамдарға айтарлықтай қауіп төндірмейді. Осы ерекше қасиетіне байланысты әлемнің көптеген зертханалары бұл медузаны зерттеп жатыр. Ғалымдар оның құпиясы арқылы адамдардағы қартаюды баяулату немесе зақымданған жасушаларды қалпына келтірудің жаңа жолдарын табуға үміттенеді. Бар болғаны бірнеше миллиметр ғана болатын осы медуза адамзат әлі толық шеше алмаған ең үлкен құпиялардың бірін өз бойында сақтап жүр. Кесіртке сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде ол өмір бойы бала болып қалатын жануар. Оның аты аксолотль. Көптеген қосмекенділер өскен кезде толық өзгеріп, құрлықта өмір сүретін ересек жануарға айналады. Ал аксолотль бұлай істемейді. Ол есейсе де өмір бойы суда қалып, бала кездегі сыртқы желбезектерін сақтайды. Ғалымдар бұл құбылысты неотения деп атайды. Бірақ ең таңғаларлық қасиеті бұл емес. Егер аксолотль аяғынан айырылса, бірнеше аптадан кейін жаңа аяқ өсіп шығады. Құйрығы кесілсе, қайтадан қалпына келеді. Тіпті омыртқасының, жүрегінің, өкпесінің және миының кейбір бөліктерінде қайта өсіре алады. Ең қызығы, жаңа өскен мүше бұрынғысымен бірдей жұмыс істейді. Онда тыртықта қалмайды. Мұндай қабілет омыртқалы жануарлардың арасында өте сирек кездеседі. Осы ерекше қасиетінің арқасында аксолотль бүкіл әлем ғалымдарының назарында. Олар бұл жануардың жасушалары қалай қайта өсетінін зерттеп, болашақта адамдардың зақымданған мүшелерін қалпына келтіруге қолдануға болады деп үміттенеді. Бірақ өкінішке қарай, табиғатта аксолотль өте аз қалды. Ол тек Мексикадағы бірнеше көл мен каналдарда ғана өмір сүреді. Ластану, бөгеттердің салынуы және бөтен балықтардың жіберілуі салдарынан оның саны күрт азайып кеткен. Өз денесінің бөліктерін қайта өсіре алатын бұл ерекше жануар бір күні адамзат медицинасының болашағын өзгертуі мүмкін. Ал сіз аксолотльдің осындай қабілеті бар екенін бұрын білетін бе едіңіз? Бұл жануарды жай көзбен көру мүмкін емес, бірақ дәл қазір олардың мыңдағаны сіздің айналаңызда болуы мүмкін. Оның аты тардиграда, немесе су аюы. Оның ұзындығы небәрі 0,5 миллиметрдей ғана. Бірақ ғалымдардың айтуынша, ол жердегі ең төзімді жануарлардың бірі. Көптеген тіршілік иелері мұндай жағдайда бірден өледі, ал тардиграда тірі қалады. Ол -200 градус Цельсийден төмен қатты аязға да шыдай алады. Тіпті кейбір зерттеулерде абсолют нөлге өте жақын температурада да белгілі бір уақыт сақталып, кейін қайта тірілген жағдайлар байқалған. Ал енді керісінше, ол 150 градус Цельсийге жуық жоғары температураға да қысқа уақыт төтеп бере алады. Бұл қайнап тұрған судан да ыстық. Ең таңғаларлығы, ғалымдар тардиградаларды ашық ғарышқа алып шыққан. Олар вакуумда, ауасыз кеңістікте және күшті ғарыштық радиацияның әсерінде болған. Жерге қайта әкелгеннен кейін, олардың бір бөлігі қайтадан тіршілігін жалғастырған. Бұл қалай мүмкін?
Су болмаған кезде тардиграда денесіндегі судың көп бөлігін жоғалтып, кішкентай құрғақ түйіршікке айналады. Осы кейде оның тіршілік әрекеті дерлік тоқтайды. Жылдар өткен соң қайтадан суға түссе, ол оянып, жүріп кетуі мүмкін. Ғалымдардың пікірінше, тардиграданың кейбір ерекше ақуыздары мен қорғайтын механизмдері оның жасушаларын зақымданудан сақтайды. Дегенмен, оның барлық құпиясы әлі толық ашылған жоқ. Тардиграда тек зертханаларда ғана емес. Оларды мүктен, топырақтан, орманнан, тау жыныстарынан, тіпті мұхит түбінен де кездестіруге болады. Яғни бұл ерекше жаратылыс жердің көптеген аймағында өмір сүреді. Көзге көрінбейтін ғана осы кішкентай тіршілік иесі ғарышқа барып аман қайтты. Ал адамзат әлі күнге дейін оның төзімділігінің барлық құпиясын толық түсінген жоқ. Сіз тардиграда туралы бұрын естіп пе едіңіз? Бір мүйізді жылқы тек ертегілерде ғана болады деп ойлайсыз ба? Бірақ мұхитта дәл сондай жануар өмір сүреді. Оның аты нарвал. Көпшілік оны тіпті теңіздегі жалғыз мүйіз деп атайды. Нарвалдың ең ерекше белгісі басынан шығып тұратын ұзын мүйізі, бірақ ең қызығы, бұл шын мәнінде мүйіз емес. Бұл ұзындығы 3 метрге дейін жететін алып тіс. Нарвалдың сол жақ азу тісі өмір бойы өсе береді. Ғалымдар бұрын бұл тісті мұзды жару немесе жаулармен шайқасу үшін қолданады деп ойлаған. Алайда кейін зерттеулер бұл тістің ішінде миллиондаған жүйке ұштары бар екенін анықтады. Яғни нарвал осы тісінің көмегімен судың температурасын, тұздылығын және қысымын сезе алады. Бұл табиғаттағы ең ерекше сезім мүшелерінің бірі саналады. Нарвалдар Арктиканың мұзды суларында өмір сүреді. Қыста олар қалың мұздың астында жүзіп, тек кішкентай тыныс алу тесіктері арқылы ауа жұтады. Олар 1500 метрден астам тереңдікке сіңге алады және бірдеммен 20-25 минутқа дейін су астында бола алады. Ең таңғаларлығы, нарвалдар өте сирек жағдайда бір-бірінің мүйіздерін айқастырады. Бұрын ғалымдар мұны төбелес деп ойлаған. Қазір кейбір зерттеушілер бұл әрекет ақпарат алмасу немесе қоршаған ортаны сезіну үшін болуы мүмкін деп есептейді. Нарвалдың басты жаулары өлтіргіш киттер мен ағаюлар. Ал климаттың өзгеруі Арктика мұздарының азаюына әкеліп, олардың табиғи мекенін тарылтып келеді. Сондықтан ғалымдар бұл ерекше жануарды үнемі бақылап, зерттеп келеді. Ұзындығы 3 метрге жететін алып тісі бар. Мұз астында 1500 метрден астам тереңдікке сіңге алатын және әлемдегі ең ерекше теңіз сүтқоректілерінің бірі саналатын нарвал. Табиғаттың бізді әлі де таңғалдырудан жалықпайтынын дәлелдейді. Сіз нарвалдың мүйізі шын мәнінде алып тіс екенін бұрын білетін бе едіңіз? Күн сәулесі ешқашан жетпейтін әлем бар. Онда мәңгілік қараңғылық, мұздай су және адам елестете алмайтын тіршілік иелері өмір сүреді. Бұл терең мұхит. Мұхиттың 1000 метрден төменгі бөлігінде күннің бірде-бір сәулесі жетпейді. Қысым соншалық күшті, адам сол жерге қорғаныссыз барса, денесі әп-сәтте жаншылып қалар еді. Бірақ дәл сол жерде ерекше балықтар тіршілік етеді. Олардың бірі теңіз шайтаны, немесе anglerfish. Оның басында қараңғыда жарқырайтын кішкентай шамы бар. Басқа балықтар сол жарыққа жақындағанда, ол бір сәтте алып аузын ашып, жемтігін жұтып қояды. Кейбір терең теңіз балықтарының көздері өте үлкен. Ал кейбірінің көзі мүлде жоқ. Өйткені олар үшін көрудің қажеті аз. Олар айналаны діріл, иіс немесе жарық арқылы сезеді. Ең қызығы, көптеген терең теңіз жануарлары өздері жарық шығара алады. Бұл құбылыс биолюминесценция деп аталады. Олар осы жарық арқылы жемтігін алдайды, жауларынан жасырынады, немесе өз жұбын табады. Кейбір балықтардың аузы өз денесінен де үлкен болады. Олар айлап ештеңе жемей жүруі мүмкін. Сондықтан кез келген олжаны жіберіп алмау үшін өзінен үлкенірек жануарларды да жұтып қояды. Ғалымдардың айтуынша, мұхиттың терең бөлігінің көп бөлігі әлі толық зерттелмеген. Жыл сайын бұрын ғылымға белгісіз жаңа тіршілік иелері табылып жатыр. Яғни мұхит түбінде біз әлі көрмеген мыңдаған түр болуы мүмкін. Бәлкім, жер бетіндегі ең қорқынышты құбыжықтар ертегілерде емес. Дәл қазір мұхиттың мыңдаған метр тереңдігінде жүзіп жүрген шығар. Сіз осындай терең теңіз балықтарын бұрын көрген бе едіңіз? Бұл жануарды алғаш көрген ғалымдар мұндай болуы мүмкін емес деп сенбеген. Өйткені оның денесі бір жануарға емес, бірнеше жануарға ұқсайды. Оның аты үйрек тұмсық. Оның тұмсығы үйректікі сияқты. Құйрығы құндызға ұқсайды. Аяқтары құндыз бен су құсының аяқтары сияқты жарғақты. Бірақ ол сүтқоректі жануар. Осындай ерекшеліктеріне байланысты алғашқы үлгіні көрген ғалымдар біреу бірнеше жануардың бөліктерін тігіп қойған шығар деп күмәнданған. Ең таңғаларлығы, үйрек тұмсық сүтқоректі болса да жұмыртқа салады. Жер бетінде мұндай жануарлар өте аз, бірақ балапандары жарып шыққаннан кейін
Анасы оларды сүтімен қоректендіреді. Қызығы, оның емшегі жоқ. Сүт арнайы бездер арқылы терісіне бөлініп, балапандары оны жалап ішеді. Тағы бір ерекше қасиеті бар. Еркек үйрек тұмсықтың артқы аяғында улы тікені болады. Ол адамды әдетте өлтірмейді, бірақ оның уы өте қатты ауырсыну тудырады. Кейбір адамдар бірнеше апта, тіпті айлар бойы ауырсынудан толық арыла алмайды. Үйрек тұмсық көзін, құлағын және танауын жауып алып суға сүңгиді. Сонда ол жемтігін қалай табады? Оның тұмсығында мыңдаған арнайы рецепторлар бар. Олар судағы ұсақ жануарлардың бұлшық еттері мен жүйке жүйесі шығаратын әлсіз электр сигналдарын сезе алады. Яғни үйрек тұмсық жемтігін көзімен емес, электр өрісі арқылы табады. Бұл ерекше жануар табиғатта тек Аустралияның шығыс бөлігінде ғана кездеседі. Сондықтан оны әлемдегі ең ерекше жануарлардың бірі деп атайды. Үйрекке ұқсайды, жұмыртқа салады, сүт береді, улы тікені бар. Тіпті электр сигналдарын сезеді. Осындай қасиеттердің бәрі бір ғана жануарда бар екеніне сену қиын. Сіз үйрек тұмсықтың жемтігін электр өрісі арқылы табатынын бұрын білетін бе едіңіз? Егер бір жануар бірнеше секундтың ішінде басқа жануарға айналып кетсе, сенер ме едіңіз? Табиғатта мұндай қабілетке ие тіршілік иесі бар. Ол мимикрия жасайтын сегізаяқ. Көптеген жануарлар тек түсін өзгертеді, ал бұл сегізаяқ тек түсін ғана емес, денесінің пішінін, қимылын, тіпті өзін ұстау тәсілін де өзгертеді. Яғни ол басқа жануардың рөлін ойнап кетеді. Қауіп төнгенде ол өзін улы теңіз жыланына ұқсата алады. Ал басқа жағдайда денесін жайып жіберіп, улы арыстан балыққа айналғандай көрінеді. Кейде жалпақ денесін құмға төсеп, теңіз тілшесі сияқты жүзіп кетеді. Тіпті кейбір кезде медузаға немесе теңіз анемонына ұқсап қозғалады. Ең қызығы, ол барлық жануарға бірдей айналмайды. Ғалымдардың бақылауынша, сегізаяқ алдындағы жауға қарай қай жануарға ұқсау тиімді екенін таңдайтын сияқты. Бұл ерекше жануардың терісінде мыңдаған арнайы жасушалар бар. Сол жасушалардың арқасында ол түсін көз ілеспес жылдамдықпен өзгерте алады. Ал өте икемді денесі кез келген пішінге енуге мүмкіндік береді. Мимикрия жасайтын сегізаяқ алғаш рет 1998 жылы Индонезия жағалауында ғалымдардың назарына ілінді. Содан бері ол табиғаттағы ең ақылды әрі ерекше жануарлардың бірі ретінде зерттеліп келеді. Ал сіз осындай қабілеті бар жануар бар екенін бұрын білетін бе едіңіз? Су астында жүзген балықтың бір соққысы. Тіпті атты да құлатып жіберуі мүмкін десем, сенер ме едіңіз? Бұл ертек емес. Бұл электрлі жылан балық. Көп адам оны жылан деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ол балық. Ол Оңтүстік Американың Амазонка мен Ориноко өзендерінде тіршілік етеді. Ең таңғаларлығы, электрлі жылан балық 860 вольтқа дейін электр тоғын шығара алады. Бұл көптеген тұрмыстық электр құрылғылары жұмыс істейтін кернеуден де жоғары. Осындай қуатты разряд бірнеше секунд ішінде жемтігін есінен тандырып, қозғала алмайтындай етеді. Бірақ ол электрді тек шабуыл үшін ғана қолданбайды. Лай су ішінде көру қиын болғандықтан, әлсіз электр импульстарын жіберіп, айналасындағы заттарды сезеді. Яғни қараңғы суда ол бір түрдегі табиғи радар сияқты жұмыс істейді. Тағы бір қызық дерек. Электрлі жылан балықтың денесінің шамамен 80% электр өндіретін арнайы жасушалардан тұрады. Бір ғана разряд кезінде мыңдаған осындай жасушалар бір уақытта іске қосылып, қуатты ток шығарады. Ол балық болғанымен, оттегінің көп бөлігін желбезегімен емес, аузымен ұштады. Сондықтан әр бірнеше минут сайын су бетіне көтеріліп, ауа жұтуға мәжбүр. Егер ол ұзақ уақыт су бетіне шықпаса, тұншығып қалуы мүмкін. Ғалымдар электрлі жылан балықтың жүйке жүйесі мен электр шығару механизмін зерттеп жатыр. Бұл зерттеулер болашақта медицинада, жасанды бұлшықеттер жасауда және жаңа қуат көздерін дамытуда пайдалы болуы мүмкін деп есептеледі. Табиғатта өз денесімен жүздеген вольт электр өндіретін, жемтігін тоқпен ұрып ұстайтын, тіпті қараңғы суда электр арқылы көре алатын мұндай жануар өте сирек кездеседі. Ал сіз электрлі жылан балықтың шын мәнінде жылан емес, балық екенін бұрын білетін бе едіңіз? Көзге қарапайым ғана қоңыз сияқты көрінеді. Бірақ оған шабуыл жасаған жыртқыш бірден қашып кетуі мүмкін. Неге? Өйткені бұл қоңыз қарсыласына қайнап тұрған химиялық сұйықтық атады. Ол бомбардир қоңызы. Көптеген жәндіктер тістейді немесе шағады.
Ал бомбардир коңызы өз денесінің ішінде нағыз химиялық реакция жасайды. Ол екі түрлі химиялық затты бөлек сақтайды. Қауіп төнген сәтте бұл заттар арнайы камерада араласып, бірден реакция басталады. Нәтижесінде, қоңыздың артқы жағынан 100 градус Цельсийге жоқ ыстық улы сұйықтық үлкен қысыммен атылады. Бұл кәдімгі қайнаған суға жақын температура. Ең қызығы, ол бұл сұйықтықты бір рет қана емес, бірнеше ондаған қысқа жарылыспен аталады. Әрбір жарылыс өте жылдам болғандықтан, дыбысы кішкентай жарылыс сияқты естіледі. Тағы бір таңғаларлығы, қомыз денесінің ұшын бұрып, сұйықтықты дәл қарсыласына бағыттай алады. Яғни ол қай жақтан қауіп келсе, сол жаққа атады. Ғалымдар бұл қомыздың ішінде болатын химиялық реакцияны ұзақ жылдар бойы зерттеді. Оның қорғаныс жүйесі соншалық тиімді болғандықтан, кейбір инженерлер осы табиғи механизммен шабыт алып, жаңа технологияларды жасауға қызығушылық танытқан. Бақалар, өрмекшілер және басқа да көптеген жыртқыштар бұл қомызды жұтып қойғанның өзінде, кейде ыстық химиялық шабуылдан кейін қайтадан түкіріп тастайды. Яғни оның қорғаныс жүйесі өмірін сақтап қалуға жиі көмектеседі. Сантиметрге де жетпейтін кішкентай ғана жәндік өз денесінде химиялық реакция жасап, қайнап тұрған сұйықтықпен өзін қорғай алады. Мұхиттың түбінде көзге өте сирек көрінетін алып құбыжық өмір сүреді. Оның ұзындығы мектеп автобусынан да ұзын болуы мүмкін. Бұл алып кальмар. Ғасырлар бойы теңізшілер мұхитта алып құбыжық туралы әңгімелер айтқан. Көпшілік бұны жай аңыз деп санады. Бірақ кейін ғалымдар мұндай жануардың шынымен бар екенін дәлелдеді. Алып кальмарлар көбіне 300-ден 1000 метрге дейінгі, кейде одан да терең қараңғы суда өмір сүреді. Сондықтан оларды табиғи ортасында көру өте қиын. Тіпті бүгінгі күнге дейін тірі алып кальмарлардың видеосы өте аз түсірілген. Ең таңғаларлығы, олардың көздері жануарлар әлеміндегі ең үлкен көздердің бірі. Көзінің диаметрі 27 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Бұл баскетбол добынан сәл ғана кіші. Осындай үлкен көздер арқылы олар қараңғы мұхитта әлсіз жарықты да байқай алады. Олардың 8 қолы және 2 өте ұзын қармауышы болады. Сол қармауыштарының көмегімен жемтігін ұстап алады. Қармауыштарында жүздеген сорғыш орналасқан. Кейбір сорғыштардың шеттері өткір тісті сақиналармен қапталған. Бірақ алып кальмардың да өз жауы бар. Ол кашалот. Ғалымдар көптеген кашалоттардың денесінен алып кальмардың сорғыштарынан қалған үлкен тыртықтарды тапқан. Бұл олардың мұхит түбінде бір-бірімен қатты шайқасатынын көрсетеді. Алып көздері бар. Автобустан да ұзын болуы мүмкін. 100 метр тереңдікте өмір сүретін бұл құпия жануар, бәлкім мұхит әлі бізге көрсетпеген ең үлкен құпиялардың бірі шығар. Ал сіз алып кальмардың көзі баскетбол добына жуық болатынын бұрын білетін бе едіңіз? Табиғаттың мүмкіндігі кейде біздің қиялымыздан да асып түседі. Бұлар дәл қазір біздің планетамызда өмір сүріп жатқан нағыз жануарлар. Бәлкім ғылым біз туралы бәрін біледі деп ойлайтын шығармыз. Бірақ табиғаттың әлі де біз ашпаған сансыз құпиясы бар. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Ал сізді осы жануарлардың қайсысы ең қатты таңғалдырды? Пікірге жазыңыз.